Қазір өзімнің топқа түскендегі, әр жыраудың өзінің негізі топқа түскендегі толғайтын жыр бастауы, сөз басы болады ғой. Жыраудың жыр қоры бірнеше циклдан тұрады. Ең әуелі жыр бастау, одан кейін терме, одан кейін толғау, мысал жырлар, хикаят жырлар және ең соңында жыраудың кәдімгі кемеліне келіп бабына түскенде жырлайтын дастан жырлар екен. Қазір енді бүгінгі кеште соның бірнеше бағытына тоқталып өтеміз. Әрине шамамыз жеткенше сіздерден оңғар жырау атамыз айтқан ғой, ой пәлі деген сөздерің кем емес атпен шапаннан деп. Сіздерден қиқу үзілмесе барынша бүгін енді жыр көрігін қыздырамыз ғой деген ойдамын. Ел жер етіп жүректерді шайласын, сұлу мақам сарлы сөздер құлпырып. Жұтып өстім Сырдария самалын, жыраулар қалмаған ешкір кіліп. Қалай көрдім думан жырдың додасын, термон шақтап бәйгатындай ұмтылып. Терме толғау қисса дастан кая, өн бойында тұнған тарих сыры тұнып. Қардараңды қалауыңша береді, күн сұлудың маңдайынан күн гүліп, ай күн гүліп, ай күн гүліп. Келтіріп шырдың кәдесін, жақын жүрсең данаға дүргау қарын тересің. Неше шешені өткен жоқ, лақсытып ойдың кемесін, не шайырлар өткен жоқ, қайраған тілдің жебесін. Солардан қалған сұлу сөз сақтадым бек өресін. Ойға тиіп жасымнан ұстаздың ақыл кеңесін, алқада талай алшаңдап сөккенбіз таңның төбесін. Тағы да келдім ортаңа кесуге шырдың сөресін. Өсиет ақыл сөздерім қошеметін ай бөлесін. Ардақты халқым кемеңдер өздерің менің төрешімін. Енді мынау қазақ даласындағы үлкен жыраулық мектебінің бірі шоқтығы биік қаланған сыр өңіріндегі жыр дәстүрін айтуымызға болады. Сыр өңірінің өзінде бірнеше мектептерге бөлінеді. Орындаушылық ерекшеліктеріне байланысты, жыраулық поэзиясының тіліне байланысты. Соның бірі мынау көмеймен жыр айту деген дәстүрді қазір негізгі шамшырағын өшірмей отырған осы Қармақшы өңіріндегі Жиенбай жыр мектебі. Жиенбай жырау атамыз 300-ге мәлім болған
тәлімді отбасынан тәрбие алған, жыраулық жолдың үлкен мектебін жалғаған, даңғайыр сөз сүлейі болған. Жиенбай атамыздың ізінде өзінің ұрпақтары қазір күні бүгінге дейін осы мұраны жалғастырып ұстанып келеді. Яғни мынау жыраулық дәстүрдің негізгі ерекшелігі ретінде біз айтамыз оның жалғастығы деп. Оның қалай жалғасуы? Ол ұстаздан шәкіртке жалғастығы. Ол отбасылық династия арқылы, яғни бір әулетте өзінің арғы ата бабаларынан сол тек арқылы жалғасатын қасиетті өнер қонған әулет, Жиенбай әулеті. Өзінің әкесі Дүзбенбет, Дүзбенбеттен бері Жиенбай, Жиенбайдан Үрістенбек, Үрістенбектен Көшеней мен Бидас, Көшенейден Арнұр ағамыз, Бидас ағамыздан Нұрбол ағаларымыз, қазіргі таңда Байбол дейтін жігітке дейін қазір осы жыр мұрасы, киелі жыр өнері осы әулеттің тізгінінде жалғасып келе жатыр. Осы енді өзім осы Жиенбай жыр мектебінің өкілі болғаннан кейін біздің сөзіміздің басындағы жыр толғау термелерімізде Жиенбай атамыздан бір ауыз орындап берейін, қабыл алыңыздар. Шаппайды, сүйсе тауып бағылмай, өлеңші деген көбейіп, қақтап кетті қиял сөз шайылған қойдың шарындай. Сонда да тілім сөйлеші, төлек мінген бедеуді, аузыңды ашып арылдай. Шалықта тілім шалықтай, шаран жанның сауындай. Жөнеліп тілім сөйлеп қалы, айт дегенде керілді, деген сөзге таңылмай, үстін төгіп айт, бір-біріне ұласқан бәйгатының шаңындай. Шамаң келсе шалқып сөйле, құбылып соққан дауылдай. Азда болса тілім тәтті, піскен күліп қауындай. Сөздің бәрі танмалы, қорадағы өзіңнің ен таңба салған малыңдай. Жиналып келген ағыным, аямас жорғаң барына бақыт ерден. Парқына әңгіменің ері түсінер қымбаты, менің сөзім асыл зерден. Басында бір бәндәсін етсе әзиз кетпейді, өлгенше басы түрден жақсының жаман менен парқы басқа, арасы жақын емес аспан жерден. Жақсыға сөз ерейді оңнан солдан бақытты, жаман білмес басқа қонған бақ дәулет, басқа берсе өз еркінше, қоштан басқа есі пәнді келсе қолдан. Айырып арқар сақтар таудың тасын қайырсыз, кім көреді бардың қасын әр жерде, асыл айнып алтын тозбас. Сұрамаңыз аттың тісін
Арасында шай ішіп отырам, енді айып етпейсіз. Енді қазіргі тыңдайтын шығармаларыңыз: Балқыбазар білгенге атақты әйдік астана, жұмыла жұртты жиып ап, жырласа бітпес күн түні деп жырлайды Тұрмағамбет Істілеуов ақын. Балқыбазар сыр бойындағы және қазақ ақын жырауларының сөз ұстаған сүлейлерінің ұстазы болған. Балқыбазар атамыздың толғауындағы негізгі ерекшелікте мынау отан сүйгіштік, халықтың жүрегіндегі ерлік рух пен ерекшеленеді. Базар жырау атамыздың топқа түскендегі толғаулары мынау халық жиналған жерлерде халықтың рухын көтеретіндей, сондай бір батыл, ерлік, жауынгерлік кәдімгі бағыттағы жырланған жырлары болып табылады. Балқыбазар атамызды Сәкен Сейфуллин ағамыз Бұхар жыраудан кейінгі ең үлкен алып сөз сүлейі деп баға берген. Сол енді Балқыбазар атамыздан сіздерге базарлық болсын, бір-екі ауыз теріме толғауларынан орындап берейін, қабыл алыңыздар. Қашыңдар нәпсіңді тыйып, арамнан бір Құдайдан тілеңіз несіп бере деп адалдан. Атамыз адам пайғамбар, 18 мың ғаламның абзалы болып жаралған. Ұлықтыға мұншама Құдайым әмір еткен соң періште күллі қамалған. Әзәзіл қалған айрылып нәсілім от деп о жолдан. Құдіреті күшті Құданың тағдырына шара не дос болған соң әзәлден. Әмірімді тәрік еттің деп құдірет мұны шамалған. Нұсқасы сөзім жоқ еді, қарасаң молда тәліптер осы бір сөзім ғазалдан. Сөйлеріне келгенде судағы қара сүліктей қызыл тілім қадалған. Шабарына келгенде қашаған қуған жүйріктей оңды теріс оралған. Озарына келгенде түрікпен соққан мылтықтың толқыған шойын оғындай қарадан шығып жоғалған. Қызметіңдай шегейін қаумалап келген ағайын, жел сөздің арзан келуі пайда болған самалдан. Қимылдап қал қызыл тіл жарығың болар қараңғы. Қарындастар мен сені енді бір қайтып таба алманы. Қылып айтардай жыраулық жолын дәрпің жайылмас үніңнен
ырғақ төгіліп тіліңнен тәтті бал тамбай ызғытып айда даусыңды еңірде қашқан шайтандай семізін сөйле сөзіңнің мың жылқының ішінде 10 жылғы қасар байталдай сөз нөсерін тасқында тастан тасқа секірген тау жайлаған арқардай айтқар деп сені кім айтар көп алдында сөзіңді күйбектеп жатсаң айта алмай неше ділмар шешен мен талай топта айқастым айылым жиып тай салмай жасымнан халқым ардақтап қосқанда небір думаннан жалғызда келдім жан салмай тұлпардың толмай тоясы сұлыққа сүйеп қарда мен тізгінін орап қаңтармай оқтын жаздырып ойпаңдау жерден аңтармай бабына түсіп үшін жүйрігі тұттырмас тізгін тосуға туралап тартып жалтармай қысылған жерде менің де үмітім көп сендерден қалмас деп шылбыр тарта алмай көре алмай халқым сендерді көптен бері көбеңсіп қалыппын тоғым шайқалмай кешіріңдер кемісін ал жасы болса сөзімнің ағат кеткен байқалмай қадірімді білсең қай кезде қажетіңе мен дайын көгендеулім арқаңдай оқасы жоқ дүниенің ойласаң дегілер мысалы әуелі қызық ақыры ят шапқан жиын тарқардай қаруы бес қару екі талай жерлерден сілтей алмайсың қысасқанда тіршілікте талпынып талаптан деннің сауындай еш нәрседен жасқанбай атың барда жер таны азаматтармен әмра бол берерлі қолдай аспарда барыңды жұмсап орнымен қадірлеп ағаныңды қамқорың тисін дос-жарғай баянсыз бақ пен дәулеттен сенем деп жақын жар достан туысқан туған жолдастан құралақан қосқалма Енді
Балқыбазар атамыз мынау Қызылорда өңірінде Қызылқұмның бойында Қазалы дейтін жерде Нұрман дейтін болыстың қызын алып қашып түрмеге түседі екен. Сол уақытта төрт шөмекейдің биі Қызылқұмда ықпалды билігі бар Бақа биге, сол заманның білгірі биі болған, өзінің жырында айтады Бапа деп. Бақа биге өлеңмен хат жазған екен. Сонда сол хатта өзінің басына араша сұрап түрмеден шығуын өтінеді. Басына сауға сұрайды. Сондағы сол Бақа биге базар жыраудың өлеңмен хат жазып жатқан жер екен дейді түрмеде отырып. Шадыңа дұрыс алмасаң, көзіңнің қырын салмасаң, қайратты туған бияға арылаған базар ініңнің болмай тұр еркін сапасы. Үстінен дұшпан аспаған, аяққа пенде баспаған сіз едің берен ағамыз. Шыныменен шырқансаң, атасы басқа дұшпаннан босанар еді шағамыз. Шадыңа алсаң азбайсың ақ Мұстафа піріңді, үмметім демес Мұхаммед, тұтпасаң берік дінімді. Төрт шөмекейдің аршын дұшпанға көрсет қырыңды. Ағаға сүйеп арқасын бір іске інің ұрынды, жатырмын жаттың ішінде сездірмей сыртқы сынымды. Мен балқының базары, сен аспанның назары, жақсының жүзі арайлы, адамға жылы ажары. Орынсыз мынау дұшпаннан тиіп тұр жанға азары. Құйрығымен жар соққан мен дарияның сазаны, кінәсіз күйген әнің мені әділдік таппай, әкімнен тартып бір жатқан жазаны. Ежелден халыққа жол айтқан Жәнібекұлы хан келді мен кедейсің. Бір істі алсаң ойыңа ермейтін жан жоқ жолыңа азды көпке теңейсің. Қамқор болып ғаріпке қысылғандарға қол беріп әруақша желеп жебейсің. Арыстандай айбатың, жолбарыстай қайратың, өзіңе тайлас дұшпанға оғыңды қарсы кезейсің. Таң шабытың келгендай аш бөрідей кез келсе кімді аунатып жемейсің. Қанатымен су сепкен қаршыға көңілін білдіргені, қысылған мендей әніңді бір жолға бапы демейсің.
Ендігі тыңдайтын шығармаларыңыз сыр бойындағы мынау ақындық шайырлық жолды ұстанған, шығыс тілдерінің тірі сөздігі атанған Тұрмағамбет Істілеуов шығармаларына ойысамыз. Тұрмағамбет Істілеуов атамыз Бұхарадағы Көкалташ Мир Араб медреселерін сауатты меңгерген, діни сауаты жоғары болғандықтан да ахундық деңгейге дейін көтерілген, елдің ішіне мынау діни ғазал мінәжат жырларды кеңінен насихаттаған, халыққа түсінікті тілде, жыр тілінде, жыраулық поэзия тілінде, қара өлең түрінде насихаттаған даңғайыр сөз сүлейі. Алмас Алматов ағамыз айтады, осы жыраулық поэзиядағы мінәжат, діни ғазал жырлар бұл рухтың бесік жыры дейді. Себебі ондағы Құран сөзі, ондағы ақын шайырлардың адамдықты ізгілікке, жақсылыққа бағыттаған, ғұламалар сөзі адамның жүрегін расымен де сондай бір үлкен кеңістікпен толтырады. Ол кеңістік игілік, ол кеңістік парасат, ол кеңістік ізгілік. Осындай халықтың ішінде сөз ұстаған ақын шайырлардың халық ішіндегі қызметі де осы рухани ағартушылық бағытты дұрыс негізде насихаттау. Тұрмағамбет аталарымыздың алдында үлкен жауапкершілік, үлкен аманат тұрды. Заманның қандай бір қиын қыстау кезеңдеріне қарамастан, түрмеде отырып, өзінің иман дәрежесін жоғалтпай, халықтың ішіне дұрыс дінді дәстүрімізбен бірге насихаттаған қайраткер тұлғалар болды. Сол Тұрмағамбет атамыздың мынау Құдаймен сырласып отырғандағы түрмеде отырып жазған ғазал жырлар екен. Қабыл алыңыздар, орындап берейін.
жұтқалалла қосылып қаннаспенен нәпсін айсап мені жүр осы уақытта ұтқалаллай иттей ақ ебін тапса екеуінің ойы бар ой сыратып жұтқалалла миымды мазамды алып ашытасың етегөр шығындырып сырт қараллай міндіріп тәубе тауфық тәкәббәрін жаһаннан жақсы жаста атқаралла бәрінде айыбымның апу айла қайткенмен кәрім деген ат бар аллай бермесең бәндәм ғой деп өзің ашып кеуілде көптен жүрген дат бар алла ықпал жүргізіп достың дінін ай шәкім мұхтар басына бақ қондырып талибылардың таудай қыл дәрежасына ел жұрт ақтар тұрған соң заман айнып заң бұзылып ақылынан ал жасап тұрар әруақтар бұл күнде бұзықтарға беріп тізгін нар ауысып нардай шөктің не бір нықтар шарбағын шариғаттың шаңғылмаққа ойлап тұр осы күндің мұнафықтар солардың сақтап өзің фитнасынан кеңді қыл кетсін ойдан түскен дықтар тауға кеулінен иман нұрын кетірем деп қылып жүр қаннас малғын қатаң қауғай қосылып нәпсім оған нарау тартып түрі бар беретұғын ұстап жауғай шошынып сын нәпсімнің сыңайынан өзіңді келіп едім қорғалауға қашты бұрынғыдан қалғандай бітпей тұғын үлкен дауға қаннаспен сұм нәпсімнің қылған серті от қөртеу түс мен байғұсты түсір сауғай құтқар деп осылардың фитнасынан мен келдім қылып саған басым сауға алла жарымды айдан ашық қайткенмен қылған ғафу қылған енді атақтан аман сақта
көңілде ғапірлікте өте сасық. Болған соң замананың заң осылай жүріп біз жас балдардай ойнап асық. Онда да үміт қауып тұратығын кеуләтті кеудешінде бар ылашық. Аятың үмітіңді үзбе деген болған соң о басында ойдам ашық. Қайткенмен қатаң түрде қуанамын, орнына орнығар деп дінім тасып. Көрсетіп қайткенменен кеңдігіңді ел атын әхли исламның етпе жасып. Қадірін мүміндердің қандыратын, қабды жоқ рахматыңның қабды дасы қабды дасы Жұбатар күнің бар малла жылаған жұрты осынша. Мұсылман бүлкі болып тұр, не бүлініп не сынса. Бәрінде сауал пазлыңмен жемінен жейтін ұшынса. Айыбына апу қылу шең қай бір жан мойын ұсынса. Төрт болды көзі талайдың торға түскен құсыңшай. Бұзықтарға бақ бердің өзіңнің анық досыңша. Берекесін ал делдің қысқа күнде қырық шауып қаптай келген қосыңша. Жағдай айтып жалынсақ жалынға жақын тұрдыйды тұтынған темір мысыңша. Досыңның дінін жоқ қылып ат атпай тұрғай атында жөн жоба жол сап тосынша. Бірлігіңді білмейтін белсенді кедей бадырақ болып тұр бұған қосымша. Ән салып жүр не түрлі кеулінің недей қошынша. Өзіңді ойлар ерлердің осы уақытта есауып болып тұр жердің босынша. Қазанның қара даулындай, қазанның қара даулындай, теңіздің толқын жосынша. Түрлі уәлияттың шайып мәз болар едім бада, қаһарыңнан қорқып шошынса. Бермесең зауал қалайда қатаң соқты қоқаннан алатын ор қой асырса. Қалайда да құлыңның өзіңе мағлұм сыр Алла. Тәубе тауфиқ бермесең кеулімді басты кір Алла. Сол кірлерді кетіріп ойыма орнат нұр Алла. Адаса қойсам әрқашан жолыңа жақсы бұр Алла. Қастық қылған қаннастың тұмсығынан тұр Алла. Иманымды жолдас ет дүниеден десең жүр Алла. Қабыл қылды мұнымда, алдыңда құлың тұр Алла. Үмбетіне досыңның
айтқансың өзіңе құранда келесі кезекте мына программа ғой, қарап отыр деп ойламаңыздар. Енді келесі кезектегі тыңдайтын шығармаларыңыз 15-18 ғасырдағы ақын жыраулар шығармашылығына ойысқанды жөн көріп отырмыз. Қазақ хандығының құрылу тұсындағы ақын жыраулар шығармашылығы бұл жыраулық өнердің ең шарықтаған тұсы деп айтсақ та болады. Мұхтар Мағауин аталарымыздың, Мардан Байділдаев аталарымыздың еңбектерінде біздің қазақ әдебиетінің көш басындағы ірі сүбелі сөз иелерінің арысы 13 ғасырдан бастап, сыпыра жыраудан бастап 19 ғасырға дейін күні кешегі ұлт азаттық көтерілістерінің кәдімгі сапында жүрген Исатай Махамбетке дейінгі кезеңді қамтиды. Сол ғалымдардың еңбектерінде біздің халықтың ішіндегі сөз ұстаған ақын жырауларымыз тек қолына қалам ұстаған шайырлар, ақын шайырлар болған жоқ. Ол елдің саяси әлеуметтік мәселелеріне тікелей араласқан, хан мен бектің қасында, би мен төренің қасында кеңесші болған, төрелігін айтқан би болған, көсем батыр болған, көсем сөз иесі болған бір топ жыраулар еді дейді. Мынау кешегі Бұқар жырау атамыз елдің ісіне белсене араласқан, сыпыра жыраудан бастап, мынау Шыңғыс ханның көзін көрдім деп айтады өзінің жырларында сыпыра жырау. Соның қасында төрелік айтқан ақын жыраулар шығармашылығы міне күні бүгінге дейін сол рухты, сол елдікті, сол жауынгерлік рухты өлтірмей сақтап келе жатыр. Олардың жырларын ақтарып отырсаңыз, нағыз қазіргі қоғамда біздің өзекті болып отырған мынау елге деген, отанға деген нағыз патриоттық кәдімгі рухты көруге болады. Бір ғана Қазтуғанның жырларында мынау еділ мен жайықтан айырылып бара жатқандағы өлең сөздері, өлең жырлары кәдімгі соншалық халықтың жүрегіне елге деген сүйіспеншілікті орнатқан мынау рухы биік майдан жырлары болып есептеледі. Сол енді қазір 15-18 ғасыр аралығындағы ақын жыраулар шығармашылығынан сіздерге ішінен іріктеп топтап айтып берейін. Біріншісі мынау Қазтуған Сүйенішұлы атамыздың еділ мен жайықтың бойынан көшіп бара жатқанда көзінің жасы көл болып, мынау елді қимай, жерді қимай жазып жатқан өлең екен дейді.
жылайма. Арайна сіз әр қайда ердің ісі оңғайма. Арайна болған қас туған қайғыланып сонда жылайма. Ел қияға қонғайма, еділ жайық арасы жағасы босап тынғайма. Бұл қоныста отырып біздің мұсылман баласы кеңшілік қоныс қылғайма. Еділді қоныс етпеңіз, жағалай қалмақ алады. Жайықты қоныс етпеңіз, сыдыра біткен көкжиек батырлары қала салады. Аштырханды қоныс етпеңіз, шәһәрін оның алады. Еділді алса елді алар, елді алған соң не қалар? Жайықты алса жандалар, жандалған соң не қалар? Ойылды алса ойдалар, ойлашы сонда не қалар? Қарамауытым шақат, бүтін тоғай жерді алар. Жас кіреге кірсін деп дулы қалын ардалар. Қыз кіреге кірсін деп шудасы қалың айырдалар. Ей сусынына шаялар, шайнауына маялар. Ей шайнауына маялар. Ей шаялар. Ойылда қиыл жем сағыз, қайран саланың аңғарай. Ақшалмалы пірлердің мешітке жаққан шамдарай. Кәпірден теңдік алуға қайтып келер деймісің? Мұсылманның баяғы Шыңғыстан туған хандарай. Бұл қоныстан кетпесең, мұны талақ етпесең, аузы түкті кәпірдің пайдасына қалмаса игеді. Ноғайлы қазақ жұртымның кейінгі туған балдарай. Адыра қалғыр көкжайық аңырап қалған қонысым. Қонысымнан кеткен соң кетпеге еді ырысым. Қаудағы тарылан бүредім, тарылған сынды тынысым. Айдаса қойдың көсемі, сөйлесе сөздің шешені. Арғымағын жаз жіберіп күз мінген, күз жіберіп жаз мінген. Жазаласа 2 жылда бір мінген, жолдасын жолай іздеген. Өзіне тиген дұшпанын қарт бурадай тіздеген. Ей мен қарға бойлы қас туған, қайғыланып асып барамын. Ей ноғайлы
ыстықтай қылып әкелесіз ба? Енді келесі тыңдайтын шығармаларыңыз жаңағы айтып отырған Исатай Махамбет көтерілісі қазақтың мынау жоңғар шапқыншылығы кезіндегі үлкен рухтың жемісі, рухтың көрінісі. Исатай мен Махамбет жырларындағы отан сүйгіштік, нағыз елдік, ерлік, майдангерлік жырларында өте көркем тілде жырланады. Исатай Махамбет атамыз Исатайды өлтіргеннен кейін жалғыз қалып, елдің ішінде кәдімгі панасыз болғандай күй кешеді екен. Сонда жабығып жүргенінде серік таппай, серігін жоғалтып, өзімен теңдес. Мынау Исатайға шығарып жатқан Махамбет атамыздың жыры екен дейді. Қабыл алыңыздар. Қандай амал бар да қан шаппай тәңірім қылды не амал бар. Ат туады байталдан, айт десең лебіз қайтарман, қалқайғысын айтуға хан ұлынан тайсалман. Мұны тұрған Исекем халықтың тауын қайтарған. Ат туарма шұбардай, ер туарма бұлардай, мұны тұрған Исекем дұшпанының қанына ағалмасын суардай. Арғымақтан туған қазанат, шабуыл салса нанғысыз, қазанаттан туған қазмойын күніне көз көрінімдер шалғысыз. Айырдан туған жампоз бар, нарға жүгін салғысыз. Аруанадан туған мая бар, асылын айуан десең нанғысыз. Жақсыдан жаманнан туған жақсы бар, атасын айтсан нанғысыз. Жақсыдан туған жаман бар, күндердің күні болғанда шарамды бір терге алғысыз. Тайманның ұлы Исатай ағайынның бас еді, алтын ердің қасиді. Исатайды өлтіріп, қырсықта шалған біздің елі. Арызым айтсам өтер май, ұсынсам қолым жетер ме? Кермейғым кербезім, керіскідей шандозым, құландай ашы дауыстым, қылжадай айбар мүйіздім. Қырмызыдай жарылым, қиуадай базарылым, теңіздей терең ақылдым, тебіренбес ауыр мінездім. Садағының кірісін сары алтынға малдырған, сұр жебелі оғына
сайын сары сусар бүрк басқан, жауырынына күшеген жүнді оқшан ұшқан. Айдаса жұртын айланған, астана жұртын айналған. Атына тұрман болсам деп, жұртына құрған болсам деп, адырнасын ал өгіздей мөңіреткен, атқан оғы еділ жайық тең өткен, атқанын қардай бұратқан, көк шыбығын қандауыздай жалатқан. Арыстан еді Исатай, бұл фәнидің жүзінде арыстан одан кім өткен? Рахмет, Алла разы болсын. Енді келесі тыңдайтын жырларыңыз тағы да жауынгерлік жырлармен жалғастырамыз. Ақтанберді Сарыұлы атамыз майдан жерінде жүріп, бір қолында қаламы, бір қолында найзасы, мынау халықтың азаткерлік рухын қайтаруға ат салысқан жорық жыраулары деп айтамыз ғой тарих сахнасындағы. Сол жорық жырауларының ішіндегі ең шоқтығы биік жыраулардың бірі дейді. Сол Ақтанберді атамыздың ерлік жыры деген бір жыры бар еді, соны орындап берейін, қабыл алыңыздар. Атадан алтау туғанның жүрегінің бастары алтын менен бу болар. Атадан жалғыз туғанның жүрегінің бастары сарыда жалғын су болар. Жалғыздық сені қайтейін, шағама қолдың тигенін, жалғыздық сенен көремін. Шамаулы киім кигенім, жарлылық сенен көремін. Атадан тудым шалқы боп, жақыннан көрдім талқы көп. Жасым жетпей 15-ке, қорғайтын жан адам жоқ. Ер ақсайды жақыннан, кәрі ақсайды ақылдан. Өзім әлсіз болсам да үмітім бар ақырдан. Жасым жетіп 15-ке, кірер ме едім кеңеске. Бұғанам қатып бел бекіп, ерегіскен дұшпанмен шығар күн туса күреске. Дұшпаннан көрген қорлығым сары су болды жүрекке. 17-імде құрсанып қылыш ілдім білекке. Жауға қарай аттандым жеткіз деп Құдай тілек-ай. Салпаңда салпаң жұртармын, саразбанға қосымдар тармын.
басқа да салсаң майырылман. Түйенің мойнын тұз кесер, жігіттің мойнын қыз кесер. Сары тылдаған сары аяз, жылқының мойнын мұз кесер. Бұланда бұлан, сан бұланның санын оқ десер. Бұландап жүрген жігіттің жомарт қолын жоқ кесер. Жауға шаптым тубайлап, шепті бұздым айғайлап. Дұшпаннан көрген қорлықтан шалынды жүрек қан қайнап. Елді жұртты қорғайлап өлімге жүрміз. Бас байлап ендігі тыңдайтын шығармаларыңыз мынау арқа жеріндегі арқа жыраулық мектебінің көрнекті өкілі Тілеуке Құлыкеұлы, елдің ішінде шал ақын аталып кеткен шал атамыздың шығармалары негізінен мынау өсиет, терме, нақыл сөздер. Мұхтар Мағауин атамыз өзінің еңбегінде айтады, мынау 15-18 ғасырлар ақын жыраулар шығармашылығындағы шал ақынға тән негізгі поэзиялық ерекшелік бұл новаторлық қасиеті еді дейді. Яғни аз сөзге көп мағына сыйдыра алатын сондай қабілетке ие айрықша талант иесі деп айтады. Енді қазіргі таңда мысалға біз Қазақстан шеңберінде жыраулық мектептерді айтқан уақытта біз енді арқа жерінде тек әншілік мектеп қана басым, жаңағы жыр бағыты кішкене кейіндеу қалған деп жатамыз, бірақ қазақта жақсы сөз бар, түйенің өзі барда ізі жоғалмайды деген. Арқа жеріндегі мынау жыраулық поэзияның ірі өкілі болған бір ғана Бұқар жыраудың шығармашылығы бүтін сол жердің жыраулық кәдімгі өнерін, дәстүрін күні бүгінге дейін жалғастыруға үлкен негіз бар. Қазіргі таңда мынау Қарағанды қаласында Бұқар жырау мектебі бар. Ал енді мынау шал ақын атамыздың шығармашылығы қазіргі таңда осы кейінгі буын жыршы жыраулардың орындауында репертуарларына еніп, қазіргі таңда ел халықпен қауышып жатқан жайы бар. Енді сол шал ақыннан бір ауыз тыңдаңыздар. Болғанда шу дұшпан нәпсі жауың, алдыңда яқыл тұрған асқар тауың. Жүрекке ашу келіп тұрған шақта денеңнің біле алмассың ауру сауын. Ойласаң мың бір пәле тілден туған, шешендер топ ішіндай тілді буған. Баз біреу қателікпен сөз сөйлесе жабылып мың бір пәле соны қуған. Жігіттер жау алмайды ақылдасаң, білгішке көп білетін жақындасаң. Кісіге қарап жүрген адам тиме, сабыр қып өз бойыңды мықты ұстасаң. Жақының жат болады алыс болсай, болады шатта жақын таныс болса.
жаман туыс табалайды, аяғың жазатайым шалыс болсай. Әйтсе де жақсы туыс шыдамайды, бір жерде айғайласқан намыс болса. Айтайын біраз кеңес, бастан кешкен, жаманды көрген залал кетпейді естен. Бір мағына әрі жақсыда деген сөз бар, айтқан ай кейбір шағбаз көкей кескен. Айтысқан уағдалы жеріңде бол, достықтың асар жоқ күнде дескен. Сиырдаймыз жалаған мерің қанбас, жаманға жазатайым ісің түскен. Жүйрікті елден көрдім, қалмай шапқан, бәйгеден келеді екен таптан шыққан. Қызығы ер жігіттің сол емес пе, аралап әрбір жердің дәмін татқан. Дегенше жігіт моман, жаман деңіз бола алмас, шабан артық жаманаттан. Түлкідей түнде жортып жүргеніңде, алмасын аяғыңнан темір қақпаны. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болса туысыңда таныс емес. Соғы ярық соғым, жаман қатын жеу, кедейліктен алыс емес. Жоқ болса қызыл бүйі үйің болар, бар болса күндіз түні жиын болар. Алыстан кедейліктің алдынан шық, төбесі-ай көрінген соң қиын болар. Қан соқса адам шіркін, тосылады, кері кетсе ұйқы келіп қосылады. Құлғытан қара қалпақ болса дағы, мал шіркін абыройыңды жасырады. Жабылса екі арыстан, дәуді өлтірер, аурусыз ажал жетсе сауды өлтірер. Бұзақы қаны пезер жігіт болса, еліне алыс жатқан дау келтірер. Дос болмамайда тілді, күлгенменен, жылтырап сырты ғана жүргенменен. Әркімде өз дегенін жасап жатыр, ит қайып салады ма үргенменен. Жаманға дәулет бітсе ау айналар, жақсыға дәулет бітсе бақ айналар. Жаманға жазатайым ісің түссе, арасай дос пен дұшпан абайланар. Жаманды жақын жақсыны алыс деме, біреудің жақсы тансаң қақын жеме. Біреудің жақсы танып қақын жесең, сол болар жаман адам мақұл деме.
Қазіргі тыңдайтын шығармаларыңыз жаңа ғана біз айтып өттік, кешегі ақын жыраулардың бүгінгі көзіндей болған. Қазіргі жыраулық дәстүрдің ең шоқтығы биік тұлғаларының бірегейі Алмас Алматов ұстазымыз. Осы жерде міне ұлдана бастаған талантты шәкірттері отыр. 20 жылдан астам уақыт бойы жыршы жыраулардың оқу орындарында білім алып, сауатты маман болып, ел ішінде кәдімгі басқа да мамандық қатарында маман есебінде жұмыс жасауына, яғни жыраулық өнердің кезінде жаңағы ескінің сарқыншағы саналған жыраулық өнердің 21 ғасырда ғылыми айналымға енгізген біздің ардақты ұстазымыз. Алмас Алматов шығармаларында көптеген біздің кешегі ескі жыраулардың ізі жатыр, көне жырауларымыздың үлкен дәстүрі жатыр. Сол шығармаларының бірі қазақтың біртуар азаматы, мемлекет және қоғам қайраткері, халық жазушысы Әбіш Кекілбаев ағамыздың баласы Әулет қайтыс болғанда жазған Кеуіл қосы бар. Ол ұстазымыздың өзінің аузынан естіген әңгімеміз. Әбіш Кекілбаев ағамыз баласынан айырылғаннан кейін біршама уақыт жаны жүдеп, қайғының ішінде қалған екен дейді. Сонда үлкен жыраулардың ізімен сол жолдың ізінде арма айтуға Алмас ағамыз өзінің досы Маңғыстаудың жампоз жыр жүйрігі Амандық Көмеков ағамызбен бірге үйіне барып көңіл айтуға барған екен дейді. Сонда Әбіш ағамыздың үйіндегі жары апамыз айтқан екен, қаншама академик жазушылар келіп жатыр, бірақ 1-2 минуттан артық отырмайды, егер тұрып кетсе айып етпеңіздер деп жыраулардан кешірім сұрап жатыр екен дейді. Сонда Алмас ағамыз айтқан екен Әбіш ағамызға, халықтың ішіндегі сөзді сізде айтып жүрсіз, сізден асырып айтатынымыз жоқ, бірақ қазалы жанның есігінің алдында жыл тәулігіне дейін арыстан жатады екен дейді. Сол арыстан адамға айбат шегіп, келгенінше айбат шегіп сес көрсетеді екен. Сол себепті де ел мен елдің, ер мен ердің арасына түсінбеушілік орнап, ажырап кетіп жататыны сондықтан. Балаңыздың жылдық асын беріп келген екенсіз. Мынау Маңғыстаудың жыр жүйрігі Амандық Көмеков ағамыздың орындауында сізге айтылған, халықтың атынан айтылған Кеуіл қос жырымызды қабыл алыңыз деп сол жерде орындап берген екен дейді Амандық Көмеков ағамыз. Сонда Әбіш ағамыздың көзінен баласы қайтқан уақытта шықпаған жасы көлдей болып шыққан екен дейді. Әбіш ағамыз айтады екен, баламның өлгенін естірткенде жыламадым, көмгенде жыламадым, кеше ғана жылдық асын беріп келгенде жыламадым. Мынау сөз, жыраулардың сөзі көңіліме орнап, жүрегімді тербетті. Негізі қазалы жанның кеуіліне сөз осылай айтылатын еді ғой, жолы осылай айтатын еді ғой. Бұны қалай жоғалтпай, жоқтатпай сақтап келгенсің деп Алмас ағамызды бауырына басып құшақтап, көз жасын көл қылып жылаған екен дейді. Сондағы мынау айтылып жатқан Кеуіл қос жыр екен дейді. Assalamu
айбатты, алашқа сүтін азамат, адамдықтың ақ туы шалғаннан жөнеп кеткенше қолыңда ерлер аманат. Халыққа біз оғлансыз адасқанға жол айтып тілеуін тілеп саламат. Қалыңға түскен құсыңды қанатынан қайырып жатсыз ғой ағай азалап. Алла сенім ал не өзі беріп өз алды, шер құйып жанға шаралап, балдан тәтті ажал оқ кезектің нәубет келгенде омыртқадан қадалат. Уайым қақпан құрулы тасты тескен тамшыдай отыл бойға таралат. Қайғы мен сабыр ақылдың терітесін ағай, теңіз тау шүкірдеп барғай қанағат. Саралап, бәтеке сопы баласы палуан қылды көріп ем жүретін елді аралап. Төрт түлігі малдың бәрі сай перзентсіз өтті дүниеден келетін үйге шағалап. Қуанбадым туды деп жұбанбадым өлді деп азасын сойып қазалап. Я Алла, мұнша қақарың тамырымды тасқа тақадың, біз пендеңді жазалап. Қайғы қонақ аттанар сабыр құрған сарайын, ақыл ұстары тазалап. Сазды баса жетіліп шабушы еді қазанат, қарасы қандай піл болса жарасы сондай көрінер қазалы жанға салауат. Дегенді үлкен кісілер Алладан болсын панаңыз, етіңіз барға қанағат. Тәубашыл ерге бас берем, жылаған көзге жас берем дегенді Алла жамағат. Сол айтқан сөзді зерлесек әулеттен өнген ұрпағың болғайда аға саламат. Тәубаңыз болсын таяныш, ұл қызың өскен саяңыз, келнесін қайтып жаманат. Дұғадан ізде бағыланды, еншісі ердің сол болары, Алладан бұйрық аманат. Жақсы отырсыздар ма? Қош келдіңіз. Ендігі айтып беретін шығармам қандай еді? Соңына да жақындап қалыппыз. Енді қазір қазақ руханиятында, қазіргі қоғамда өте бір ұтымды жұмыстар жасалып жатыр. Кезінде
қазақтың ерен есімдері, мәдени жауынгерлер, әдеби жауынгерлер ұлықталмай кезінде өз бағасын алмай қалып, күні бүгінге дейін жаңағы әрбір қазақтың жүрегінен орын алмай жатқан, дұрыс насихатталмай жатқан жағдаяттар болып жатыр. Сол олқылықтың орнын толтырып жүрген қазіргі таңда осы Санжар Керімбай ағамыздың игі бастама жұмыстарына біз әбден ризамыз. Тұлғатану саласы қазір ғылымның бір үлкен айшықты бағыттарының бірі болып саналады. Қаншама біздің қазақтың өнер, мәдениет, әдебиет саласында, ғылым саласында кәдімгі қарымды еңбек жасаған біздің қайраткер тұлғаларымыздың өмірі мен шығармашылығын қазіргі қазақтың жүрегіне сол күйі кәдімгі мәпелеп, аялап, насихаттап, қаншама еңбектердің дүниеге жарыққа келуіне себепкер болып жатыр. Бұл жұмыстардың барлығы қазақтың игілігі үшін, ел руханиятының игілігі үшін деп білеміз. Сондай ерен ерлердің бірі мынау кезінде мемлекет және қоғам қайраткері болған, өнер мен мәдениет, руханият саласында үлкен еңбектер атқарған, мынау қазақ жастарының рухын көтерген, соларға үлкен мүмкіндік жасаған, біздің қазақ өнерін шетелдік сахналарда жарыққа шығуына, насихатталуына сеп болған бұл Темірбек Жүргенов Қараұлы. Темірбек атамыздың әлі де зерттелмей жатқан қаншама еңбек мұралары жетеді. Біз ойлаймыз, осы алдағы уақытта осы игі жұмыстардың негізінде Темірбек атамыздың да аты ұлықталып, қазақтың есіне қайтадан салынады ғой деп. Қызылорда облысында осыдан қай жыл еді олдана? 2 жыл бұрын Темірбек Жүргенов атамыздың атында үлкен байқау өткен болатын, шығармашылығын насихаттауға арналған. Сол байқауға арнайы жазылған шығармалардың бірі қазіргі таңда біздің Тұрмағамбет мұрасын, Базар мұрасын лайықты жалғастырып жүрген, шайырлық жолды өз қаламына арқау етіп жүрген шығыстың 7 жұлдызының үлкен құнды жәдігерлерін қазақ тілінде өз кәдімгі деңгейінде аударма жұмысымен айналысып жүрген біздің талантты ақын, шайыр, Тұрмағамбет танушы, ғалым Ләйлі Құндақбай есімді біздің апайымыз бар. Қазіргі таңда Астана қаласында бір шамаңыз білетін боларсыздар, шығармашылығымен таныс боларсыздар. Сол Ләйлі апайымыздың Темірбек Жүргеновке жазған сол шараға арнайы жазылған шығармасы бар еді. Соны орындап берейін, қабыл алыңыздар. Қазақ босқан кезде жерінен, қол үзгенде небір бостағы елінен. Қаралы жұрт үзілгенде демінен, елкегіні қайнат туған Темірбек. Адыра боп тінім менен ділінен, айрылардай болған кезде тілінен. Шайқалғанда бәйтерек діңінен, жалын атып шайнап туған Темірбек.
езілгенде шаншылып, жарақаттың беті қатты аршылып, кетер ме деп тұрған шақтай шаншығып, алашым деп арда туған Темірбек. Жат құранмен лайланғанда тұнықтыр, жат қолында байланғанда білектер, үзілердей болған кезде үміттер, зарықтырып сонда туған Темірбек, ай Темірбек, ай Темірбек. Жаратқан жәрдем еткен алашыма бір қылау түсірмеген, тобасына сансынақ түссе дағы, мойымайтын қазақтың ұлан ғайыр саласына. Сыр елі қойның тұлы ақ маржан айналған алталаштың анасына сайланған небір саңла ер сыйладың қазақтың ұлан ғайыр даласына. Бақ қонып қыдырдарып сыр елінде, ер жүрек келмембеттің баласына. Батырлық ерлік билік әулиелік дарыпты шәрімбеттей данасына. Бақ қонып қыдырдарып сыр елінде, бақ қонған сырлы байдай қарасына. Қараның көзде нұрлы қарашығы Темірбек ердің ері дарасыдай. Қазақтың маңдайына біткен оғлан жанының шипа болған жарасына. Тең құшқан қазақ өзбек тәжік жұртын от жүрек сыймаған соң қанасына. Көтеріп қазақ мұңын жан бітірген ағарту өнер білім саласына. Ұстазы сыр сүлейі тұрмаған бет, шын жүйрік өлең сөздің сарасына. Қазақша тіл бітірген сол заманда Фердауси жазған шақай намасына. Болғанда ұстаз ондай, шәкірт қандай, содан ақ белгілі ғой шамасыдай. Темірдей екпінмен Темірбектің Мәскеуде түскен дейді сабасына. Қазақты танытып туын күн жүріп орыстың орда тігіп таласына. Паш етіп төл өнерін текті жұрттың, қалдырмай дос дұшпанның табасына. Өресін қам өнерін танытыпты түскен соң ұлт тағдырдың таласына. Көңілі көншігенде жамандардың жақсының жармаспаса жағасына. Дүние-ай сөйткен бозда кете барды ұшырап дұшпандардың жаласына. Домбырам дәл өзімді зар қағады, әуені түскен сайын сағасына. Düşman
болсын. Енді кешіміздің соңын мынау сыр бойындағы әдемі әндермен аяқтайық. Әдемі көңіл күймен қайтыңыздар. Бүгінгі ниет қылған жыр дұғаларыңыз қабыл болсын. Бойларыңызға дарытқан ата мұрасы өмір жолдарыңызға бүтін азық болсын. Сіздердің жүректеріңізге біздің жыр аталарымыздың жазған жомарт жыр жолдары жетіп жатса, біздің азаматтық парызымыздың бір орындалғаны деп түсінесіздер. Қазір енді сырдың бойында бағана айтып өттім ғой, Жиенбай атамыздың ізінде Рүстембек атамыздың жаным Моншан деген бір әдемі әні бар еді. Сол жаным Моншан деген әнді орындап берейін. Сонымен бүгінгі жыр кешімізді аяқтаймыз. Қадірлі қауым, қадірлі жұртшылық. Жастар отырғасын, махаббат туралы әндерден айтып берейін деп. Жаным сәулемі не қыламын жаным Моншан, ақлың ойшан, көзіңнің қиығы мені
әсіресе өнер мағжанда бір дәстүр сияқты қалыптасып қалды да. Келген әнші, жыршы өстіп концерттің негізгі бөлігін аяқтайды да. Одан кейін біз міндетті түрде бір қосымша бірдеңе сұраймыз да. Тура сол сияқты сізде де сондай болып тұр. Рәбияның тілегі деген айтылмай кетті да. Жаңа айтты, сіз соны дайындап отырдыңыз, бірақ айтылмай қалды да. Негізі өте, мен өз басым концертке сол үшін бердім. дайындықты айтқанмын. Өз сондай бір дәстүр бар ау деймін, әншілерде жастарда көздерін сақтап отырады да, айтпайды. Халық сұрасын, сұраймыз ба? Қазақ жыраулық поэзиясындағы ең бір ауқымды тақырып деп айтуымызға болады. Бұл хикмет жырлар рухтың кәдімгі алтын тәжі іспетті, біздің рухымызды сонау кәдімгі бағзы замандағы жыраулардың сөзімен тірілдетін сондай бір ерекше жыр жанры болып есептеледі. Сол хикмет жанрында шыққан шығарманың бірі Рәбияның тілегі деп аталады. Қабыл алыңыздар. Бұл шығарманың әуені Қарақалпақтың Игілай Наме деген мақам сазында орындалады. Бұл шығарманы енді мынау қазақ ақын жырауларының шығармашылығына да негізі салып көргенбіз. Енді бұл енді жаңағы саз мақам деген нәрсе өзі хикмет жырлардың бір үлкен құрамдас бір бөлігі ғой. Оған да бір ерекше мотив керек, әр сөз өзінің әуенін іздейді бір жағы. Сол ютубтан ақтарып отырып, осы Рәбияның тілегіне қандай мақам әуен келеді екен деп. Өйткені біраз мақамсыздарды салып көрдік, бір-біріне жатық болды, яғни жатпады бір-біріне. Сосын осы шығарманы тыңдап отырып, осы келіп қалады-ау деп салған жырымыз ғой, қабыл алыңыздар.
айтып